Әзіреті Маулана Румидің нақыл сөздері. Ашу боран секілді, біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Қалай күлгеніне қарап, кісінің әдептілігін, неге күлгеніне қарап, оның ой өрісін тануға болады. Бәрі мінезіне сай кісілермен және де өзіне лайық ортада жүреді. Себебі қанша тартсаңыз да қарға қарғаны гүл бағына, бұлбұлдың қоқыс алаңына үйрете алмайсыз. Жаңа нәрсеге қол жеткізгің келсе, пайдасыз ескі нәрселерден құтыл. Біреудің қайғысының үстінен бақыт құру мүмкін емес. Ақылсыз адам қайғысын тілінің кесірінен жиып алады. Қайғыға тап болсаңыз, пайдасыз балағаттаудың орнына одан шығудың жолын іздеңіз. Адамды от емес, өзінің ғапылдығы өртейді. Әркімнен кемшілік көреді, өзіне келгенде көр болады. Не нәрсеге қалай қараса, ол да саған солай қарайды. Әдепті адам әдептілігінен үндемес. Әдепсіз адам мен оның аузын жаптым деп ойлар. Әдеп деген әдепсіздердің әдепсіздігіне сабырлық таныту. Мән берме, жүрегі кірлеген адамның тілінен әрдайым жаман сөздер шығады. Жақ ашпай үндемеуім тектілігімнен. Негізінде айтылған әрбір сөзге берер жауабым бар. Бірақ әуелі айтылған сөзге қараймын, татымды сөз бе деп. Екіншіден сөздің иесіне қараймын, адам ба деп. Мәселенің өзінен екенін түсінбейтін адамдар шешімін басқалардың тыныштығын бұзудан табады. Барша адам сыртын жылтыратып жатқан заманда сіз ішіңізді, жүрегіңізді жылтыратыңыз. Барша адам өзгенің айыбымен айналысып жатқан заманда сіз өзіңіздің айыбыңызбен айналысыңыз. Ұрыс-керіс кезінде біреудің көңіліне тиетіндей ауыр сөз айтпаңыз. Кейін татуласып кетесіздер, бірақ айтылған сөз адамның көкейінде ұзақ уақыт сақталады. Қанша көктем келіп кетсе де тас көгермейді, ал топырақта неше түрлі гүлдер өседі. Ендеше тас боп әркімді ренжіткенше, топырақ болып гүлденсейші. Бұл дүние тауға ұқсайды, ал біздің істеріміз дауыс секілді. Дауысымыз не жаман, не жақсы болса да өзімізге жаңғырық болып қайтып келеді. Біреудің көңілін бұзып, жүрегін жаралау, мың қағбаны қиратқаннан да жаман. Мына дүниенің өсегі тозаң сияқты, жан дүниеңнің айнасын жауып қалады. Сен ақыл есіңді жина да, үндемей жүруді әдетке айналдыр. Бір сәт күт, соңына қара, ұмытқандарыңды еске ал. Жоғалтсаң ізде, сындырсаң кешірім сұра, өйткені өмір қысқа. Ренжіту мен тарылу үшін сылтау іздеудің орнына сүюдің және сүйікті болудың жолдарын іздеңіз.
Ақылым әр күні тәубе етеді. Нәпсім әр сәт тәубемді бұзады. Арада қалған бейшарамын. Сенің есігіңнің бары қандай жақсы, уа Раббым. Іздеген мен табылмас, бірақ тапқандар үнемі іздегендер. Әр нәрсе уақытын күтеді. Не гүл уақытынан бұрын гүл ашпайды, не күн уақытынан бұрын шықпайды. Кішкене сабыр ет, сенікі болған саған келеді. Егер Құдай бұйыртып тұрса, ел әкелер, жел әкелер, сел әкелер. Егер Құдай бұйыртпаса, ел әкетер, жел әкетер, сел әкетер. Есіңде болсын, бәрі бітті деп ойлап, сенің төзетін хәлің қалмағанда бас тартушы болма. Өйткені бұл сенің тағдырыңның өзгеретін жері. Сенім арту сүйе білуден де маңызды. Өйткені сүйіспеншілік бар жерде сенім бар. Бірақ сенім жоқ жерде сүю жетпейді. Өскіннің әдемілігі тұқымының жақсы болуынан, адамның сұлулығы жүректің жақсылығынан келеді. Әр оқиғаны хайыры деп біл, әр жолаушыны Хызыр деп біл, әр түнді Қадір түні деп біл. Адамдар да кітап секілді, мұқабасына қарап алданба, шындығы ішін оқығанда түсінесің. Нені іздесең, сол сенсің.